Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бірге бір ерекше тағаммен бөлісетін боламын. Оны жүзәй мен жұмыртқадан орап жасаймыз. Ең алдыменен жүзәйімізді осылай қылып ұсақ қылып турап аламыз. Енді жұмыртқамызға тұзымызды салып, оны жақсылап араластырып қуырып аламыз. Жүзәйіміздің үстіне қара бұрышпен тұзымызды саламыз. Оның үстіне хауюдан бір қасық құямыз. Сосын қуырып алған жұмыртқамызды саламыз. Енді оны жақсылап араластырып аламыз. Енді біз қамырымызға көшейік. Осы ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстіне бір қасық тұзымызды саламыз. Оған азырақ су майымызды құямыз. Оның үстіне суымызды құйып, жұмсақ теста илеп аламыз. Одан кейін оны 15 минутқа тындырып аламыз. Біз тындырып алған қамырымызды енді екі бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөлген қамырымызды осылай етіп домалақтап аламыз да, оны кішкентай бөліктерге бөлеміз. Енді оның үстін домалақтап басып шығамыз. Басып шыққаннан кейін үстіп жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Біз енді жайып алған нанымыздың үстіне начинкамызды салып, осылай етіп жасап аламыз. Міне біз осылай етіп барлығын жасап алдық. Енді табамызға азғантай май құйып, екі жағын бірдей қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Міне біздің жүзәй мен жұмыртқадан жасалған асымыз дайын болды. Егер де видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.